Сәлем достар, сіздермен мөлдір. Бүгін өте жұмсақ, үлпілдек пюре дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Қайнап тұрған суға жуып тазаланған картопымызды бірнеше бөлікке бөліп саламыз. Сол кезде картоп өзінің дәмін, құрамын жоғалтпайды. Картопымыз піскен соң суын төгеміз, бірақ түбіне шамалы кішкентай ғана алып қаламыз көз мөлшерімен. Содан соң сары май саламыз. Одан кейін майонез саламыз және жақсылап еземіз. Содан соң ыстық сүт құямыз және жақсылап араластырамыз. Бір келкі масса болғанша. Ең соңында дәміне қарай тұз себеміз. Содан соң қайтадан араластырып қоямыз. Қараңыздаршы, өте жұмсақ, нәзік, үлпілдек болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Отбасыларыңызға ұнайды деген сенімдемін. Видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар.